Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 2-ші тоқсан бойынша бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: берілген өлең жолдарындағы ойды қазіргі күнмен сабақтастыра қарастырып, мазмұны жағынан салыстыра талдаңыз. Автор бұл өлеңде сол заманда халықты зарлатқан зарзаман туралы айтқысы келеді. Ақын заман азып, надандардың басшы бола бастағанын, билердің парақор болғанын, ақша деген дүние шығып, адамдардың ақшаға бола сатылатындығын, бір-бірлерін көре алмайтындығын, барлығының ойлайтыны дүние мүлік екендігін айтып күйінеді. Дегенмен де сол кездегі заман мен бүгінгі күнімізді салыстырсақ, қазір біз әлде қайда жақсы өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғы ақындар аңсағандай тыныш, бейбіт заманда өмір сүреміз. Тәуелсіз елімізде ешкімнің қыспағынсыз еркін өмір сүрудеміз. Бірақ та қазірде сол кездегідей тек өз қара басын ойлайтын парақор, надан, пайдакүнем адамдар да бар. Ондай адамдар қай заманда да болады деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Екінші тапсырма: берілген өлең жолдарындағы автор бейнесіне талдау жасап, оған жыр жолдарынан дәлелдемелер келтіріңіз. Еменнен күшті ағашпын, еселесең сынбаймын, алдаспанға жолықтың, түбіңе жетпей тынбаймын, топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған дүлдүлмін, шығарма қатаған үніңді, есіңе сақта бүгінгі қанатың сынған күніңді. Бұл өлең жолдарынан ақын Сүйінбайдың көптеген қасиеттерін байқаймыз. Еменнен күшті ағашпын, еселесең сынбаймын, алдаспанға жолықтың, түбіңе жетпей тынбаймын деген өлең жолдарынан айтқанынан қайтпайтын абыройлы ер мінезді адам екенін көре аламыз. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін, судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған дүлдүлмін деген жолдардан әр істің басында жүретін қолбасшы екенін, үнемі алдыңғы қатарда жүретін адам екенін көреміз. Ал соңғы жолдардан оның өжеттігін, қайсарлығын аңғарамыз. Осымен бір жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.